Ассалаумағалейкум, құрметті көкпар сүйер қауым, көкпардың жанашырлары. Тәуелсіздігіміздің 20 жылдығына орай мемлекет қайраткері, социалистік еңбек ері Асанбай Асқаров атындағы халықаралық жарыс мінекей өзінің ақтық мәресіне де жетуге таяу. Қазір сіздердің алдарыңызда ақтық кездесуге жолдама алған екі команда. Оңтүстік Қазақстан облысының Құлагер командасы және Қырғызстан Республикасынан келген Қожамқұл командасының арасындағы бәсекені тамашалайтын боласыздар. Жарысқа 7 команда қатысқан болатын, 2 топқа бөлінді. Бірінші топта бірінші орын алған Қожамқұл командасы, Астана қаласының Тұлпар командасы, Маңғыстау командасы және Алматы Құлжалар командасы бірінші топта өнер көрсетті. Екінші топта Құлагер командасы, Қырғызстанның Ойқайын командасы және Майлыкент командалары өзара кездескен болатын. Құлагер бірінші орын алды. Екі командаға төрелігін, әділдігін айтатын төрешілермен таныстырам. Халықаралық дәрежедегі төреші Қырғызстан Республикасынан келген Шатқал Жолдасов. Қапталдағы төрешілер Зиябек Жетігеров, ұлттық дәрежедегі төреші, бірінші дәрежелі төреші Тұрған Тастанбаев, Алматы облысының өкілі, және бірінші дәрежелі төреші Сейдулла Жалилов, Оңтүстік Қазақстан облысының өкілі. Мінекей, осы екі командаға төрелігін айтатын төрешілермен таныстырдым. Команда құрамында кімдер ойнап жатыр? Қырғызстан Республикасының Қожамқұл командасы сары киімде. Бірінші нөмірде Аман Бөкенбаев, екінші нөмірде Меліс Асаналиев, үшінші нөмірде Нұрбек Жақыпбеков, төртінші нөмірде Айбек Иманалиев, бесінші нөмірде Мелісбек Құлалиев, алтыншы нөмірде Рустам Тыналиев, жетінші нөмірде Фархат Бишембаев, сегізінші нөмірде Байыш Ниязов, тоғызыншы нөмірде Қияс Ниязов, 10-шы нөмірде Манас Ниязов, 11-ші нөмірде Акбар Иманбеков, 12-ші нөмірде Рамзат Бөкенбаев құрамында. Команда жаттықтырушысы Бөкенбаев, команда жетекшісі Имашев. Оңтүстік Қазақстан облысының Құлагер командасы мына құрамында өнер көрсетеді. Бірінші нөмірде Бақтыбай Шырынқолов, екінші нөмірде Рауан Жарменов, үшінші нөмірде Серік Қарақозиев, төртінші нөмірде Ералы Тойшиев, бесінші нөмірде Дайырбек Тастанбеков, алтыншы нөмірде Нұржігіт Мырзабаев, жетінші нөмірде Еркебай Омарбек, сегізінші нөмірде Темірхан Айтбаев, 9-шы нөмірде Ақылбай Манкеев, 10-шы нөмірде Абдықалық Қиянтаев, 11-шы нөмірде Сырым Ізбасаров, 12-ші нөмірде Асланбек Сайдулла. Командың жетекшісі Еркеғали Мырзабаев, командың жаттықтырушысы Ақылбай Манкеев. Мінекей алаңдағы төрешінің белгісінен кейін ойынның бірінші бөлігі де басталып кетті. Кіші шеңбердегі серкені кім көтерер екен? 1 минут уақыт беріледі. 1 минуттың ішінде серке көтерілуге тиіс. Қазір серкенің үстінде екі командың шабандоздары да. Мінекей ат тұяғына жансылған қара серке мені кім көтереді деген сыңай білдіргендей көкпар алаңында жатыр. Мінекей екі командның шабандоздары қалайда сол серкені көтеруге тырысуда. Бақтыбай Шырынқолов көкпардың үстінде тұрған. Мінекей алаңдағы төрешінің ысқырығы жекпе-жек. Қазір серке алаңдағы үлкен шеңберге тасталынады да екі командадан бір-бір шабандоз ортаға шығады. Абдықалық Қиянтаев, Меліс Асаналиевтің арасындағы жекпе-жек. Кімдің мерейі үстем болар екен? Мелістің астындағы Ақбозат көрдіңіздер ме? Денесімен қарсыласын көкпарға жібермей Абдықалықты. Абдықалықтың астындағы алтын қанат атты сәйгүлікте. Мінекей қараңыздаршы. Екі минут уақыт беріледі. 2 минуттың ішінде серке көтерілуге тиіс. Мелістің астындағы Ақбозат. Мінекей Абдықалық Қиянтаев алтын қанат атты сәйгүлікпен қазір серкені көтерді. Бірақ көрдіңіздер, серкеге жармасқан Мелісті де көрдіңіздер. Серке Абдықалықтың тақымында кетті. Абдықалық Қиянтаев командың белді сақал ойыншыларының бірі. Алтын қанат атты сәйгүлікпен. Ал кезінде Қырғызстан Республикасы президенті кубогінде 2004 жылы аттеген қазандықтың төңірегінде қазір Абдықалықтың аты сүрініп құлап, көкпарды қырғызстандық шабандоз Байыш Ниязов тартып әкеткен болатын. Байыш Ниязов қазандықтың көкпар алаңының жиегінде көкпарды алаңға тастап кетті. Өйткені алаңның сыртына шығып бара жатқан болатын.
Кезінде Әбдіхалық Қиянтаев 2004 жылы Қырғызстан Республикасы президентінің кубогының жарысының иегері. Сол жарыста 3 бірдей салым салып, командасына жеңіс әперген ойыншы осы Әбдіхалық Қиянтаев. Бұл жарыста Қазақстанның құрама командасы мен Қырғызстанның бірінші құрама командасының арасындағы кездесу 6-да 5 есебімен Қазақстан құрама командасының пайдасына шешілген болатын. Тағы да Әбдіхалық, тағы да Меліс. Мінекей, Ақбозат бұл жолы Меліске ыңғай жасап, көкпарды Меліс көтеріп жатыр. Әбдіхалық Серкеге жете алмай, теріс жағында жүр. Мінекей, Меліс көкпарды тақымына басты, Әбдіхалық жармасты, Серкені шығарып жатыр. Бірақ бұл істің барлығы шеңбердің ортасында жүріп жатыр. Қараңыздар, тақымына бастырмай Әбдіхалық Серкені көтеріп шығарып алды. Көкпарды қапсыра құшақтаған Әбдіхалықты көріп осыздар. Меліс екі сирақтан ұстаған күйі аяғын асыруға тырысуда, бірақ аяғын асыра алар мекен. Шеңбердің ортасында болған екен, басқа ойыншылар шеңбердің ортасына кіруге құқысы жоқ. Шеңбердің сыртына шыққан жағдайда ғана басқа ойыншылар ойынға араласуға құқылы. Ереже солай. Қазір Меліс пен Әбдіхалықтың арасындағы көкпарды тақымына Әбдіхалық Қиянтаев басты. Көрдіңіздер ме? Серкені Меліс көтерген болатын. Көкпар Әбдіхалықтың тақымында кетті. Міне қазандықтың төңірегінен Әбдіхалықты қазір өткізіп жіберді. Көкпар Ералы Тойшиевтің тақымында. Мінекей Ералы Тойшиев қазір шабуылды бастауға тиіс. Мергенат Сайгүлікпен, бірақ Қожамқұл командасының шабандоздары да қарап қалмай, Ералыны екі жағынан бірдей. Қожамқұлдың шабандоздары бірі тақымына жармасса, екіншісі Ералыны сол көкпарға қарай итермелеп, көкпарды тартқан шабандозға ыңғай жасап атқан жағдай бар. Мінекей қазандықтың төңірегіндегі қарбалас сәт Ералы Тойшиев пен Еркебай Омарбек естер екен. Мінекей Еркебай Омарбектің көмегімен Ералы Тойшиев алғашқы салымға қол жеткізді. Құрметті көрермендер, есеп 1-0. Құлагер командасының шабандоздары алға шықты. Ералы Тойшиев, Қазақстан Республикасының спорт шебері, астындағы сәйгүлігі Мерген, Мергеннің егесі Нұрдәулет Мырзабаев. Мінекей ойын жалғасын табуда, құрметті көрермендер, қызықты да тартысты кездесу екі мықты команданың арасында өрбуде. Қазір Темірхан Айтбаев көтерді көкпарды. Көкпар Темірхан Айтбаевтың тақымында. Алынды команданың құрамында Темірхан Айтбаев, осы Құлагердің құрамындағы шабандоздар, сол Қырғызстан Республикасы президентінің кубогының иегері атағын жеңіп алған шабандоздар. Оны да айта тұрайық. Мінекей қазір Темірхан Айтбаев аят деген Рауан Жарменовпен бірігіп қазір қазанға тастау сәтінде қателік кетті. Қырғызстандық шабандоз Байыш Ниязов көкпарды тартып алды. Көкпар Байыштың тақымында. Байыш та Қырғызстан командасының мықты шабандозы екенін осы жарыс барысында сіздер көрдіңіздер. Команданың мықты белді ойыншысы Байыш. Мінекей қазір Серкені тартып алып, тақымына басып алған Байышты көрдіңіздер. Мінекей шабуылды бастауға тиісті. Бірақ Байышты көкпар алаңының сыртына ағыстырып шығару әдіс айласын қолданған Оңтүстік Қазақстан облысының шабандоздары мінекей көкпар алаңының сыртына шығарып жіберді Байышты. Көкпарды тастап кетуге болмайды. Көкпар кімнің тақымында болса, сол шабандоз көкпарды алып келу керек. Бұл жерде төрешілер мұқият болу керек. Көкпарды тастап кеткен шабандозға ескерту берілу керек. Ереже солай.
Міне алаңдағы төреші ойыншыларға ескерту жасады. Кімнің тақымынан көкпар алаңына шыққан жағдайда немесе сол шабандоздың қолында болсын, қай шабандоз көкпарды ұстап игеріп тұрған шабандоз көкпарды тастамай, төрешінің нұсқауы бойынша көкпар алаңдағы шеңберлердің біріне тастауға тиісті. Ереже солай. Қазір қырғызстандық шабандоз Байыш Ниязов көкпарды тастап кетті. Кезекті жекпе-жек алтын қанатта Әбдіхалық, мінекей Ақбоз атта Мелис Асаналиев. Мелис Асаналиев аттың мықтылығының арқасында серкені көтеріп тұр. Қазір Мелисте көрдіңіздер, жаңа бір сәтте серкені көтеріп, тақымына басам деген жағдайда тақымынан шығарып, Әбдіхалық өзі тартып алып, тақымына басып кеткен болатын. Бұл жолы Мелис мұқият серкені тақымына баспай, біраз тұрып барып, серкені қазір тақымына басып алды. Міне артын көтеріп атырнықтап, көкпар Мелистің тақымында. Бұл жекпе-жекті Мелис Асаналиевтің пайдасына шешілді. Ал енді Қырғызстан Республикасының бірінші чемпионаты, құрметті көрермендер, 1999 жылы өткен екен. Ал енді осы көкпар ойынын 1996 жылы бастапты алғашқы ойындарын Қырғызстанда. Мінекей қазір Рустам Тыналиев алған болатын. Команданың ең мықты салымды шабандозы Рустам Тыналиев көкпарды қазір түсіріп алды. Көкпар алаңда жатыр. Кім көтерер екен? 1 минуттың ішінде серке көтерілуге тиісті. Көкпарды Рауан Жарменов көтерді. Мінекей қазір серкенің желкесінен көтерген Рауан серкені айландырып тақымына басып алды. Мінекей Рауан Жарменовтың салымы, құрметті көрермендер. Есеп 2-0. Қарагер атты сәйгүлікпен Рауан Жарменов екінші салымға қол жеткізді. Рауан Жарменов, оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам ауданы Оймауыт елді мекенінің тумасы, Қазақстан Республикасының спорт шебері. Жастар арасындағы чемпионаттарда ысылып төселген мықты шабандоздың бірі. Жас шабандоз. Мінекей ойын жалғасын табуда. Есеп 2-0. Рауан Жарменовтың Қарагермен барып салған салымын көрдіңіздер. Қарагердің егесі Нұрдаулет Мырзабаев. Мінекей кіші шеңберде жатқан серкені көріп отырсыздар. Ат тұяғына жаншылып, екі команданың шабандоздары да жанталаса сол серкеге ұмтылып жатқан сәті. Нағыз білекті, жүректі батырлардың ойыны, көкпар ойыны. Мінекей көкпарды құлагердің шабандозы қазір Темірхан Айтбаев көтерген болатын. Темірханның тақымында кетті серке, бірақ Рустам Тыналиев тартып алды. Кешіріңіздер, 9-шы нөмірде Қияс Ниязов екен. Қияс Ниязов тартып алған болатын. Өкінішке орай көкпар алаңның сыртына шығып кетті. Команда құрамында 3-1-де Ниязовтар өнер көрсетуде. Байыш, Қияс, Манас Ниязовтар. Мінекей кезекті жекпе-жек тағы да Әбдіхалық пен Мелистің арасында өрбуде. Алтын қанат. Мінекей қазір бұл жолы кімнің мерейі үстем болар екен. Ал енді жаңа мен тоқталып кеттім. Қырғызстандық шабандоздар ағайынды Ниязовтардың ойнап жатқан. Ал енді негізінде осы Қожамқұл командасы Қырғызстан Республикасындағы 2 командадан құралған команда. Бұрынғы Рассвет командасы мен Қожамқұл командасының шабандоздары бірігіп, қазір Қожамқұл командасын осы сіздердің алдарыңызда өнер көрсетуде. Ал Қырғызстан Республикасының бірінші чемпионатының чемпионы Рассвет командасы. Оны да айта отырайық, құрметті көрермендер. Міне сол Рассвет командасының ойыншысы Аман Бөкенбаев, Қырғызстан Республикасы құрама командасына мүше шабандоз, осы команданың жаттықтырушысы. Мұнда қазір Мелис жеңіске жетті. Бұл жекпе-жекте көкпарды
көтеріп тақымына басып алды. Әбдіхалықта қазір Серкеге жармасып тұрған жағдай бар, бірақ Меліс өкшесін қадап, ердің үстінде нық отыра алмай отыр. Көріп отырсыздар ма? Әбдіхалықта есебі реті келсе, Мелістің тақымынан көкпарды суырып алуға дайын. Мінекей қазір Әбдіхалықтың қолы үзілді, Серке Мелістің тақымында. Шеңбердің сыртына шыққан жағдайда көкпар алаңында қалды. Кім көтерер екен? Мінекей екі командның шабандоздары кім көтерер екен? Көкпарға. Мінекей көкпарды тағы да Темірхан Айтбаев көтеріп кетті. Темірхан Айтбаев командның белді мықты ойыншысының бірі. Қазақстан Республикасына мықты белгілі шабандоз, спорт шебері. Жаңағы Қырғызстан Республикасында өткен президент кубогының иегері. Евразия кубогының жеңімпазы, Азия біріншілігінің жеңімпазы Темірхан Айтбаев. Мінекей, сіздердің алдарыңызда қазір көкпар тақымына басып алған. Міне көкпарды қазанға тастауға керек, бірақ көкпарды көріп отырсыздар. Екі бірдей шабандоз, Қожамқұл командасының шабандозы Темірханды күтіп тұр қазандықтың төңірегінде. Бұндай жағдайда көкпарды басқан шабандоз көкпар алаңының ортасына қарай шауып шығып кетсе, ойыншының бәрі айып алаңын босатса, мінекей Темірхан аят деген ай! Темірхан тақымынан шығарып тастауға дайынақ болды, шығарды, бірақ Темірханның атын қазір көрдіңіздер, Қожамқұл командасының екі бірдей шабандозы атымен Темірханның атын құлатқан сәтін көрдіңіздер. Алаңдағы төреші қандай нұсқау берер екен? Бұл жолы Қожамқұл командасының шабандоздарын білмеймін, төреші неге жібермегенін, бірақ бұл жерде көрдіңіздер, үш бірдей шабандоз Темірхан Айтбаевты құлауына атымен омағаса құлатқанын көрдіңіздер. Қожамқұл командасы жазасыз қалды. Төрт бірдей, бірақ көкпар Темірхан Айтбаевтың тақымына салып беріп, ойынды ары қарай жалғастыруда. Мінекей Темірхан Айтбаев көкпарды қазір Ералы Тойшиевке ауыстырды. Көкпар Ералының тақымында. Ералы Тойшиев мінекей мерген атты сәйгүлікпен, мінекей көріп отырсыздар. Қазір шабуылды бастады Ералы. Қырғызстандық шабандоздар Ералының артынан қуып келе жатыр. Аят деген Ералыны қазір тартып алып, мінекей Ералының серкесін тартқан болатын. Ералы қазандықтың жиегінде жатқан болатын. Қазандықтың жиегінде жатқан серкені басқа ойыншы келіп, команданың қазандықтың ортасына тастады. Егер Ералы Тойшиев тастағанда есептеуге болмас еді. Бұл жағдайда салым саналу керек. Бірақ алаңдағы төреші қазір қандай? Жоқ, төреші ойынды жалғастырып жіберді, көрдіңіздер ме? Көкпар алаңынан тастатты да, бірақ ойын жалғасып жатқан, көрдіңіздер сіздер. Мінекей Ералы Тойшиев екінші салымға қол жеткізді. Мерген атты сәйгүлікпен. Есеп 3-0, Ералы Тойшиев өзінің екінші салымына қол жеткізді, құрметті көрермендер. Құбыры тозған баспана, жүйкесі тозған бұқара. Отбасымыздың күйісі кетіп, бала-шағам ауырып. Сот орындаушы неге соққыға жығылды? Наурыз жылбасы, ұлыстың ұлы күніне дайындық қалай? Осы жексенбі апта кезеттен көріңіз. Футболдан Қазақстан премьер-лигасының жаңа маусымы ұлттық арнада. Қайрат пен оқ жетпес 18 наурыз
сағат 14:45-те Алматыдан тікелей көрсетілім. Мінеке құрметті көрермендер, ойын қыза түсуде. Көрдіңіздер, жаңа қызықты сондай бір көрініс. Құлагер командасының шабандоздарының мерейі үстем болуда. Ал енді осы құлагердің құрамына тағы да тоқталып кетейін. Жаңа мен айттым, осы үлкен жарыстардың барлығына атсалысып жүрген, Қазақстан чемпионатында өнер көрсетіп, Қазақстанның чемпионы болған, Қазақстанның құрама командасына мүше шабандоздар, Қырғызстан Республикасы президенттік кубогының иегері, Евразия кубогының иегері, сонымен бірге Азия біріншілігінің жеңімпазы осы команданың құрамында, сапында. Мінеки көріп отырсыздар, қазір көкпарды қырғызстандық шабандоздар қазір тартып алды. Ақылбай Манкеевте көкпар. Көкпар Ақылбайдың тақымында. Мінеки Ақылбай не істер екен? Қазір командалық әріптестері Ақылбайға ыңғай жасау керек. Ақылбай Манкеев мінеки көкпарды тақымына басып алып, көкпар алаңының ортасында тұр. Рустам Тыналиев барды Ақылбайға қазір. Міне екі бірдей шабандоз Ақылбайды көкпар алаңының сыртына ағыстырып шығаруға тырысуда. Бірақ Ақылбай мінеки қазір шабуылды бастады. Рустам Тыналиев ойынның бірінші бөлігі аяқталды. Құрметті көрермендер, есеп 3-0. Оңтүстік Қазақстан облысының Құлагер командасының шабандоздарының мерейі үстем болуда. Мінеке құрметті көрермендер, ойынның екінші бөлігінде алаңдағы төреші Шатқал Жолдасовтың белгісінен кейін басталып кетті. Ал енді бүгінгі ойынға тоқтала кетсек, ойынның бірінші бөлігіне. Қазір Рустам Тыналиев көтерді. Мінеки Рустамға тән нәрсе. Рустам осыған дейінгі ойындардың бәрінде өзінің мықты екендігін танытып, дәлелдеп, салым салып, осы жарыстың ең салымды шабандозы Рустам Тыналиев. Ал білмеймін, ойынның бірінші бөлігінде Қырғызстанның Қожамқұл командасының ойыншыларын танымай қалдық шынында. Оңтүстік Қазақстан облысының Құлагер командасының шабандоздары мүмкіндік бермей қойды ма ойыншыларға көкпарға жиі еге бол. Қазір Рустам мінеки! Рустам Тыналиевтің салымы, құрметті көрермендер, қарымта салым салынды. Міне Рустамға тән нәрсе. Міне Рустамды енді біз көріп отырмыз. Қырғызстанның мықты командасы, Қожамқұл командасы, осы жарыстың ең үздік салымды шабандозы Рустам Тыналиев. Міне қазір сіздердің алдарыңызда салым салған. Ойын жалғасуда. Есеп 3-1. Рустам Тыналиевтің қарымта салымын көрдіңіздер. Қазір Темірхан Айтбаев көтерді көкпарды. Мінеки шалғасқада Темірханның тақымында кетіп баратыр көкпар. Шалғасқа атты Сәйгүлік. Мінеке қазандықтың төңірегіндегі қарбалас сәт. Міне Темірхан Айтбаев. Көрдіңіздер ме? Шалғасқа атты Сәйгүлікпен Темірхан Айтбаев 4-ші салымға қол жеткізді. Есеп 4-1. Шалғасқаның егесі Ғани Ахметбаев. Қазір көрдіңіздер ме? Команданың ойыншысы, әріптесі Темірхан Айтбаевқа салым салуына жағдай жасады. Ол Нұржігіт Мырзабаев. Көрдіңіздер ме? Қарсыласын Темірханға бара жатқан Қожамқұл командасының шабандозын атымен тоқтатып қалып, Нұржігіттің артынан айналып, қазандыққа серкені лақтырып жерген Темірханды көрдіңіздер. Есеп 4-1. Мінеки көкпарды Асланбек Сайдулла көтерді. Команданың жас шабандозы Асланбек. Көкпар Асланбектің тақымында. Бірақ Асланбекті қараңыздаршы. Қазір Қожамқұл командасының шабандозы Аят Дегенай көкпар алаңының жиегінде қалды. Байыш Ниязов болатын. Жаңа Асланбекті тартып көкпар алаңына сыртына қарай шығарып жіберуге
Қазір мінекей тағы да Қожамқұл командасының шабандоздары Көкпар Асланбектің тақымында көкжал атты сәйгүлік. Төрешінің ысқырығы. Мінекей 2 минутқа қарамарға Аман Бөкенбаев отырғызылады. Өткенде шауып келіп қағуға болмайды. Шауып келіп атымен көкпарды басып отқан шабандозды қаққан үшін қазір Аман Бөкенбаев қарамарға отырғызылды. Қырғызстан Республикасының құрама командасына мүше, бұрынғы Рассвет командасының капитаны, қазіргі команданың жаттықтырушысы Аман Бөкенбаев. Мінекей салым! Салым, құрметті көрермендер, көрдіңіздер, қазір қазандықтың ішіне бұл серкені де алаңдағы төреші есептемеді. Құрметті көрермендер, алаңдағы төреші Қырғызстан Республикасынан келген халықаралық дәрежеде төреші Шатқал Жолдасов. Ал енді бұлай істеуге болмайды ғой. Не деген кереметтей салым серке көкпар алаңының қазандықтың ортасында жатыр. Сіздер көрдіңіздер жаңа. Ал енді осы салымды қырғызстандық шабандоз шауып келді де қазандықтың ішінен жұлып алды. Сөйтіп алаңға тастап кетті, көкпар есептелінбеді. Ералы Тойшиев қайтадан көкпар тақымына басып алды. Мінекей мерген атты сәйгүлікпен Ералының көкпар алаңына ойқастатып келе жатқан сәті қазандыққа қарай келген Ералы. Мінекей Ералы не істер екен? Аят деген Ералы кідіріп қалды. Қазір Ералының тақымындағы көкпарға жармасқан 11-ші нөмірде Акбар Иманбеков. Мінекей Ералы Тойшиев келесі салымға қол жеткізді. Ойынның екінші бөлігінің 6-шы минуты, яғни 26-шы минутта Ералы Тойшиев мерген атты сәйгүлікпен келесі салымға қол жеткізді. Мінекей команданың капитаны Еркебай Омарбектің де септігі тиді бүйерде. Көріп отырсыздар. Мінекей ойын жалғасын табуда. Есеп 5-те 1. Мінекей кіші шеңберден көкпарды қазір Рустам Тыналиевтің еңкейгенін көрдіңіздер. Міне Байыш Ниязов, бірақ көкпар алаңның сыртына шығып кетті. Ақбозатқа Байыш Ниязов мініпті. Байыш Ниязов пен Абдықалық Қиянтаевтың арасындағы жекпе-жек кімнің мерейі үстем болар екен? Екі минут уақыт беріледі. Міне қараңыздаршы, Ақбозаттың ақылдылығы қарсыласын серкеге жібермей. Ал енді Абдықалық Қиянтай білді. Көкпарды Абдықалық көтерді. Алдыңғы қолынан көтеріп Абдықалық серкені айландырып, қазір жақсылап тақымына басып алды. Шабуылды құлагер командасының шабандоздары бастады. Қазандықтың төңірегінде мінекей қауіпті жағдай. Абдықалық Қиянтаев, Нұржігіт Марзабаев, бірақ міне көріп отырсыздар, Акбар Иманбеков ортадан кіріп кеткен жағдай бар. Міне команданың капитаны Еркебай Омарбек. Мінекей келіп, Еркебай Омарбектің көмегімен Абдықалық Қиянтаев келесі салымға қол жеткізді, құрметті көрермендер. Абдықалық Қиянтаев алтын қанат атты сәйгүлікпен 6-шы салымға қол жеткізді. Есеп 6-да 1.
Оңтүстік Қазақстан облысының құлагер командасының шабандоздарының мерейі үстем болуда, құрметті көрермендер. Ал енді мінекей кіші шеңберден қазір көрдіңіздер 10-шы нөмірде Манас Ниязов көтеріп кетті. Көкпар Манастың тақымында. Командалық әріптесі әрі ағасы Байыш Ниязов қауысты. Көкпар Байыштың тақымында 8-ші нөмірде, бірақ Байышты көкпар алаңының сыртына шығарып жіберді. Көрдіңіздер ме? Манас Ниязов кіші шеңберден көкпарды көтеріп кеткен болатын. Көкпар алаңында ағасы, командалық әріптесі Байыш Ниязов қасырып жерген болатын, бірақ құлагер командасының шабандоздары Байышты көкпар алаңының сыртына ығыстырып шығарып жіберді. Бұл да көкпардың әдіс айла тәсілі. Аттың не жазығы бар? Қазір аттың басынан ұруға бұл жерде аттың ешқандай жазығы жоқ. Атты тоқтамадың деп Байыш ұрып жатыр. Менімше, өйткені ат тоқтау керек еді. Қазір кезекті жекпе-жек мінекей Меліс пен Әбдіхалықтың арасында өтіп жатыр. Меліс Асаналиев қазір серкенің сирағынан ұстап көтерді. Көкпар Мелістің еншісінде. Міне Меліс не істер екен? Меліс мінекей аяғын көтеріп тақымына басуға тырысуда, бірақ бір сирақтан Әбдіхалық Фиянтаев ұстаған болатын. Мінекей Меліс серкенің желке жағын көтеруге тырысып жатыр. Мінекей тақымын нықтап көтеріп басып алды. Ал енді Қырғызстан Республикасындағы мықты команданың бірі Қожамқұл болса, бірі Рассвет. Сол екі команданың шабандоздары бірігіп, қазір Қожамқұл командасымен сіздердің алдарыңызда өнер көрсетуде. Рустам Тыналиевтің тақымында осы Асанбай Асқаров атындағы жарыстың ең үздік салымды шабандозы Рустам Тыналиев. Мінекей Рустам қазір ойынның екінші бөлігінде кішкене өзінің кім екендігін көрерменге танытып жатқан жағдай бар. Мінекей Рустамның аят деген ай. Рустамның шамасы келмей қалды. Көрдіңіздер ме? Айландырып қазандыққа тастау сәтінде. Ал енді осы Қырғызстан Республикасында өтіп жатқан жарыстар, қандай жарыстар өтіп жатыр? Оған да тоқталып кетейін. Жаңа мен айттым, сол 1996 жылдан бастап осы көкпар ойыны ойналып жатыр екен. Қырғызстан Республикасының бірінші чемпионаты 1999 жылы Бишкек қаласында өткен екен. Ол чемпионаттың жеңімпазы осы алаңда өнер көрсетіп атқан Қожамқұл командасының ойыншылары. Мынау Аман Бөкенбаев. Ол кезде команда Рассвет атымен ойнаған екен. Ал енді Наурыз 97, Жеңістің 97-сі жылдығына арнап, Манас фестивалі 97-ші жылда өткен, Егемендік күніне арналған 98-ші жылы жалдар, Шыңғыс Айтматовтың жарысы, Қазақстан Республикасының чемпионаты, Қырғызстан Республикасының чемпионаттары, Қырғызстан Республикасының президентінің кубогы жыл сайын өтіп келе жатыр. 2000 жылдан бастап. Сол жарысқа біздің қазақстандық шабандоздар да қатысып жүрген жағдай бар. Мінекей көкпар Бақтыбай Шырынқұловтың тақымында сол Қырғызстан Республикасы президент кубогының ең үздік шабандозы атағын жеңіп алған Бақтыбай Шырынқұлов 2004 жылғы. Көкпарды қазір Рауан Жарменов басып алды. Ал Қырғызстан Республикасының президентінің кубогы Қырғызстан Республикасының Бишкек қаласында өтеді. Аққұла атшабарында 2000 жылдан бері өтіп жатыр. Көкпар алаңның сыртына шығып кетті. Кезекті жекпе-жек, мінекей кімдер шығар екен? Бақтыбай Шырынқұлов қазір көрдіңіздер көкпарды көтерді. Байыш Ниязов екеуі шыққан екен. Меліс қазір атты Байышқа беріпті, бірақ Бақтыбай көкпарды дегенде іліп тақымына басып алды. Жекпе-жектің шебері Қырғызстанда өткен президент кубогында қырғыз ағайынның бары тік тұрып, шапала құрып, Аққұла атшабарында осы Бақтыбайдың өнеріне тәнті қалған болатын. Сол 2004 жылы бас жүлдені жеңіп алған Қазақстан құрама командасының ойыншысы мінекей Бақтыбай Шырынқұлов, командалық әріптесі Ералыға ауысты. Көкпар Ералының тақымында.
мерген атты сәйгүліктің қарқындап, қазір көріп отырсыздар, Қазандыққа қарай бет алғанын көріп отырсыздар. Жал құйрығы суылдап мерген келе жатыр. Ералы Тойшиев көріп отырсыздар ма? Алдындағы Алмас Бүкінбаевты қалай жүрер екен деп бақылап, аттың тізгінін тоқтатып мергенді Қазандыққа екінші болып жетті. Міне көріп отырсыздар, қазір сол ыңғайын тауып, тақымда көкпарды Қазандыққа лақтыруға ыңғай жасайды. Ералы, міне қазір Ералының қасында Еркебай Омарбек. Мінеки көрдіңіздер, Еркебай Омарбектің қазір көмегі Ералы Тойшиев келесі салымға қол жеткізді. Мергенмен. Міне Еркебай Омарбектің астындағы Көгат команданың жаңадан алған сәйгүлігі Мұқаштың аты. Аттың көкпар алаңында істеп жатқан қимылын көріп отырсыздар. Мінеки, оның үстіндегі шабандоздың іс қимылын да сіздер тәнті болып отырсыздар. Бәрекелде. Міне ойын қыза түсуде. Қазір көкпарды Рустам Тыналиев көтеріп кетті. Рустам не істер екен? Рустам шаршап қалды ма? Көкпарды ешқандай аттың үстінде меңгер алмай келе жатқан жағдайы бар. Міне көрініп тұр. Ал осыған дейінгі ойындарда Рустамның сондай кереметтей біз ойынына тәнті болғанбыз. Рустам Тыналиев мінекей қазір Қазандықтың төңірегінде, бірақ құлагердің шабандоздары Рустамға еркін тастауына мүмкіндік бермей жатыр. Мінекей Рустам Тыналиев, аят деген ай! Рустам тағы да көкпарды Қазандыққа тастауға ешқандай қауқары болмады. Рустам шаршап қалған, негізі көрініп-ақ тұр. Ал енді жаңағы көкпардың салмағы 30 килодан кем емес, 33 килодан ауыр болмас дейсіз. Сол салмақтағы көкпарды қазанға лақтырудың өзі оңай емес, құрметті көрермендер. Көкпар сол Қожамқұл командасының шабандозы қазір командалық әріптесіне ауысты. Байыш Ниязов қатастады көкпарды. Команданың мықты белді ойыншысы Байыш Ниязов қазір тақымына басып алған. Байыш не істер екен? Бірақ Байыштың тақымындағы Серкені Ақылбай Манкеев тартуда. Байышты Қазандыққа алып келді мінеки! Байыш Ниязовтың салымы, құрметті көрермендер. Қырғызстан Республикасының Қожамқұл командасының белді сақа ойыншысы Байыш Ниязов. Мінеки көкпарды қазір 13 нөмірдегі шабандоз Манас Ниязов іліп кетті. Манас Ниязов мінеки көкпарды командалық әріптесіне ауысты. Рустам Тыналиевке көкпар Рустамның тақымында. Рустам осы Асанбай Асқаров атындағы халықаралық жарыстың ең үздік салымды шабандозы, құрметті көрермендер. Бүгін бір салым салды, көрдіңіздер. Ал бұған дейінгі ойында Рустамның өнеріне көрермен тәнті болып, шапала құрып осы Атшабарда тәнті болған жағдайы бар. Мінеки Рустамды көкпар алаңының сыртына ығыстырып шығарып жіберді. Құрметті көрермендер, ойынның соңғы минуты, секундтар өтуде қазір. Сонымен, құрметті көрермендер, мемлекет қайраткері, социалистік еңбек ері Асанбай Асқаров атындағы халықаралық жарыстың жеңімпазы Оңтүстік Қазақстан облысының құлагер командасы. Мінеки ақтық кездесу құлагер командасының шабандоздарының пайдасына шешілді. Сынға келетін болсақ, Қырғызстан Республикасының рассвет командасымен болған ойында біз кешелі бері балдармен ұйымдасып, бұл командалық ойын болған кейін командадағы балдармен бір ауыздан шығып,
жеңіске жетіп отырмыз. Бәрі осы балдардың еңбегі деп ойлаймын. Бұға дейін Рассветтің ойынын көрдіңіздер, жалпы тактика бір ұстандыңыздар ма осы финал? Сол Рассвет командасының ойынын біз Қырғызстан Республика Президент Кубогының ойындарында көргенбіз ойындарын талқыладық. Соған жақсы тактика қолдандық деп ойлаймын. Соның арқасынан жеңіске жеттік. Бұл жарыс жылдан жылға өзінің деңгейін жоғары көтеріп келатыр. Ол дегенім шабандоздардың әдіс сайламен елге мына көрермендердің ойыннан шығып, және аттармен жұмыс істеп, өздерінің өнерлерінің жоғары деңгейі жоғары көрсетіліп отыр. Мінекей жарысты ұйымдастырушы Қазақстан Республикасы ұлттық спорт түрлері қауымдастығы, сонымен бірге Оңтүстік Қазақстан облысы ұлттық спорт түрлері қауымдастығы екен. Оңтүстік Қазақстан облысы дене тәрбиесі және спорт басқармасы екенін айтып кеткім келіп отыр. Сіздермен бірге болған Қазақстан ұлттық телеарнасы спорт бағдарламалары шығармашылық бірлестігі хабарды жүргізген Мұрат Қыдырбай. Келесі көкпар додаларында кездескенше ағайын.